Бұрынғы қызыл сары ажары қоңырланып, жақсүйегі сорайып Сарсүмбеге жеткен Макила Жанымханды көргенде көз жасын төгіп жіберді. Қылмыс өткізген болмаса да аса бір ұятты істеген адамша тұқырып отырып қалды. Ол Жанымханға кешірмелерін енді айта бастап еді. Осы екеуін басып жаншып кететіндей тік-тік тық-тық еткен бір түрлі өктем аяқ дыбысы естілді. Лезде Кауали мен сақшы бастығы келді. Макила орнынан атып тұрып, екеуіне иба көрсетпек еді. Гау тіпті оны танымайтын, білмейтін адамша көз қырында салмай өте шықты. Гаудың әнеугүнгі жұмсақ бейнесі мүлде өзгерген. Қанын ішіне тартқан ажарында бір түрлі қатаңдық байқалады. Макила, апырау, мынау кісі мені танымай қалды ма? Әлде еш нәрсе бітіре алмай келгенімді ұғып қалды ма? Ой, тәубай. Екі нардың ортасында жаншылған шыбын болмаса игі едім, деп іштей күрсініп қойды. Гаудың санасына шыңғыссай таяуда қалай сарып кеткеніне Макила тұр ғой, Жанымханда хабарсыз еді. Жуықта Гау мен бұрынғы сақшы бастығы Фың әмірі бойынша Дихуаға тізгін ұшымен барған. Ол екеуін қатар отырғызып қойып, Дубан қатты сөгіс берген. Фыңның көзінен шұқып тұрып, қолынан түк өнбейтін кешші екеніңді кеш ұғыппын. Сенде қатаң тәртіп, халықты қоянша бұқтыратын айбар жоқ неме екенсің. Сен қазірден бастап қызметтен қалдырылдың деп шенін жұлып алып шекпенінің дал-дұлын шығарған. Онан кейін Гауға да Сұғынға да бүкіл Алтайдың тағдырын саған тапсырдым. Егер үкіметтің жауына көңілшектік етеді екенсің, менен жақсылық таппайсың деп тілхат алып Алтайға қайтарған. Әлгіндегі ажарында тұрған қаталдық Дубаннан ала келген буы мен сесі еді. Гаудың қарауындағылар сауал қойдырмай-ақ қызмет жағдайын баяндайтын тәсілді Макила қайдан білсін. Тілмаш келген соң Жанымхан: Гау мырза, Макила өр Алтай жаққа барып қатты қалжырап соққы көріп келген түрі бар. Сөйтсе де көрген білгенін сіздерге баяндамақ деді. Макила Оспан мен Сұлубай тобынан көрген қорлық зорлығын майпаздап отырып жеткізіп еді. Гау жөндеп құлақ салған да жоқ. Макила: жанашырлық етер, жауырымнан қағып төбемнен сипар деген дәмесінің құмға құйған сумен бірдей болғанына іштей өкінді. Қазақтың салт санасына, рулық тартысына, қазіргі көтеріліс ауқымына қанық Гау көзін жұмып ұзақ ойланып отырды да: астыңа ат мінгізіп, үстіңе тон кигізіп үкіметтің толық құқықты уәкілі деп жолға салдым. Елден көрген қорлығыңды айтып, артыңды ашқанша қайта оралмасаң да болғандай екен. Маған басқасы қажет емес. Қару-жарақ, ат көлігі, сарбаздары қаншалық екен, осыны айтып бере алсаң жетіп жатыр, деп түйген қабағын ашпай қатумен сөйлеп еді. Макила төбеге ұрғандай отырып қалды. Еріндері жыбырлап, көзі жасаурап, бейне қолға үйреткен маймылдың иесіне жалына қарағаны сияқты Жанымханға бір, Гауге бір қарады. Апырау, өзің жынын алдырған бақсы ұқсап арыңнан айырылып шүмшиіп қалғаның қалай? Ақыттың мүриттері теріс оқумен басыңны айландырып тастағаннан сау ма деп еді. Қажының мына сөзін келемеждеп оққан ханзу ұлықтары қарқ-қарқ күлді. Сақшы бастығы тақымдап сауал берді. Айтпақшы, бандылар соншалық айбынды ма екен? Макила ернін жалап жіберіп: Құдай сақтасын. Сіздердің сәлемдеріңізді тыңдағанды қойып, янаттап ит рәсуа қылды. Мықты болса өздері келсін деп кіжінді. Егер қажы екеуіңіз бара қалсаңыз, тірідей талап жейтін түрі бар. Астымыздағы атты алғанымен қоймай, үстіміздегі киімді де шешіп алды. Сарбазын қайдан білейін? Әйтеуір атқа мінген қазақтың бәрінде қару бар екен. Өлімші боп таяқ жеген қуатқанмен, Марғауда оспандармен өліспей беріспейміз деп кетті дейді. Гаумен Уаң Сілиңюан үндемей Жанымханға қарап еді. Ашудан өңі қазанның төп күйесіндей қарайып, ортеті бүлкілдеп сөйлегелі отырғанын байқады. Гау иек көтеріп еді. Бұл зәнталақтардың қаны әбден қарайып алған болды ғой. Ендігі жерде аясатын не қалды? Елшінің астындағы атын аударып, таяқтап қайтару Исламият жолында адам өлтірген қылмыспен барабар. Олай болса, әскери күшпен қысым жасамасақ болмай қалған екен деді де, мұртын құлағына қарай сипап қойып, қайта жалғады сөзін. Көктоғайдың аяқ жағындағы өңірлерге әскери күш қою керек. Дүренің аяғындағы денге Көкебұлақ, Сарбұлаққа, Шіптідегі Өткелге, Қара ертістің асуына дейін әскер қоймасақ болмай қалған екен. Сіздерше қайтеміз? Жанымхан сөйлеп отырғанда Гаудың есіне Жанымханның мынадай ұсынысы оралды. Қазір біз ұйымдастырып отырған қазақ, орыс, моңғол отрядына сенімім аз.
Орысқа мылтық беріп шетке қойсаң, өз жеріне сыймай келген немелердің түбі қалай болар екен? Ал біздің қазақ қарға тамырлы халық. Өр Алтайдағы бандылармен ілік-жілік туыстық, құда тамыр қатынасы бар. Кім біледі? Ұран шыққан төбеге шығатын жыны қозып, соларға қосылып кетеме қайтеді. Ал моңғолдарда даланың аңы сияқты сырға халық қой. Бандыларға Ханзу әскерінің қолы батпаса, басқаның қолы оңай бата қоймас. Жанымханның бұрынғы ұсынысының соңғысын жөн санаған Ван Силинуан онан арғы көмейін байқағысы келді. Сонда осы қазақ халқында бөгеу бермес тасқынға қара бура салатын әдісі болушы еді. Сол сияқты бандылардың алдында әскерді қалай қойғанымыз жөн, деп еді Жанымхан бұл жолы ойланбай. Өткендегі ұсынысым бойынша бөгеуге Ханзу әскерлері, жол бастауға азық-түлік тасуға қазақтарды, аямауға орыс моңғолды қойып сынап көрсе қайдер еді. Гауда ойланбады. Қажының ақылы ақыл болсын. Әй Төнжан, әскерді осылай сараптаңдар, осылай сапқа тұрғызыңдар деді де шетте қалған Макилаға бұрылды. Сен жол көрдің, ел көрдің, ендігі жерде жол бастауға жарарсың. Бұл саған салған соңғы салмағын болар. Макила жөн дегендей бас изеді. Қара қазақтың алдында тықылдап тұратын Макила тілі күрмелгендей Жанымханға жалтақтап еді ол. Гауекең соңғы салмақ деп отыр ғой, белің опырылса да көтересің, қоян бұлтаққа келтірмес, деді де орнынан тұрды. 4-ші тарау. Гау мен Уаң Сарсүмбеде көтерілісшілерді жаныштаудың жобасын құпия жасап жатқанда Өр Алтайдағы әскери қолбасшылар абын-күбін күйде болатын. Олар дабысын Келеңсай, Түңке өңіріндегі қосындарды көтерілісшілердің өндіршегіне қадар жебе ретінде дайындаған. Бейне хан қамау ойын ермек еткен ойыншы сияқты. Сұлубай мен Оспан қолын шашау шығармай, шашасына тұсау салмаққа, бұрынғы нысаналы жерлерге қысым көрсету тәсілін әскери жаттығуға өзгерткен еді. Кіші Ағдала маңынан күш топтап, ұйқыда жатқан даланың ойран осын шығарды. Сол өңірдегі халықтарға жаттығу арқылы қыр көрсету біройын алды. Түңке мен Ушаның жолын кесіп, Келеңсай мен Сартоғойдың солтүстік жағындағы Табаты кезеңіндегі тас ботайдан сорая шыққан пулеметтің аузы арандай ашылып, бұл өңірдегі тірліктің тамырынан балта шабам дегендей сұмдық байқатады. Көктоғай мен Шіңгілдің ортасындағы Қара Сеңгірдің етегінде бұқпантайлап жол тосқан шеріктер ертелі кеш суырдай өрістеп шыққаны болмаса тындырған тырбаңы шамалы болатын. Дауылды нөсер алдындағы бір қасқағым сәтте табиғаттың оқыс бір оқтың тыныштыққа шөге қалатын сиқырлылығы сияқты. Қара ортай қайнаған шеріктердің ешкімге әзірше сүйкенбеуін секемшіл халық жақсылыққа баламаған. Қайта осының артынан алапат қанды қырғын басталып кетер ме деп елеңдеген. Сол елеңнің алғашқы дүмпуі алдыңғы түнде Көктоғайдағы үкімет үйінде басталды. Көктоғайдың қазіргі ұлығы, фамилиялы кісі түсі қандай суық болса, сөзі де сондай суық, екі қайруға келмейтін морт еді. Кейде жымиып отырып, жылымға тартатын жымысқы мінезі де бар, зымиян қулықтың зынданы болатын. Ол Оспанды шырғалап қолға түсірудің шарғысын табу үшін Шіңгілде жүрген Іргебайды шұғыл шақыртты да Марғау екеуімен ұзақ құпия кеңесті. Жағдай күн қақтаған көн терідей қуырылып барады. Мына азғантай бандылар кеше түнде Сартоғай салмасындағы әскери аттыларды қуалап кетіпті. Бірнеше әскерлерімізді шығындапты. Елшілікке барған мына Марғау мен Қуатқанды қатты қорлаған, өлімші етіп таяқтаған, деп ар жағындан ауыр демалып аялдап алды. Екеуі әрі қайрап, әрі дәмелендіріп отырып жалғады сөзін. Қазір екеуіңді сынар күн туды. Диуға мен Сарсүмбедегі келген бұйрыққа Өр Алтайдағы бандылардың бүліншілік ұшқыны басқа жерлерге де түсіп лапылдап өрт алғалы тұр. Ол үшін Алтайда қашып жүрген бандыларды өкшелеп құртыңдар депті. Екеуің жол бастайсың. Сарсүмбеден шыққан әскерлер Зағоба өңіріне жетіпті. Сартоғайдан шыққан қосын түстіктен барып қосылады. Сендер терістіктен өкпе тұсынан тисесіңдер. Бұл үш бұрышты шабуыл соғысқа өте тиімді тактика, деп алдағы әскери қимылды орналастырды. Бұл күндер Көктоғай Шіңгіл ортасында жүріп, тыңшылықтан ерғашты болған Іргебай мына міндеттен бас тартқысы келіп тайсақтап еді. Аяр Гоның қақпанына бұлтара алмастай түскен ол қаншалық қоян бұлтаққа басқанымен енді тыпыр ете алмасын іштей сезіп отырған. Осы сәтте ұлыққа өзін көрсетіп, өткендегі осалдығын жапқысы келген Марғау.
Ат көлік мықты болса, жол бастау қаншалық қиын дейсіз. Ең қиыны Оспан Сұлубайлармен бетпе-бет отырып дауласу екен. Егер ертерек іске кіріспесек, бандыларда күшейіп алатын түрі бар. Әуелде өздеріңізге қауіпті сияқты, деп қысық көзін қағып жіберді. Кемшақ ойланып отырып орнынан тұрды. Марғауға таяна барып, оның жалпақ жауырынын сипап: «Ой-бой, бес сыдыра банды да қанша уат, қанша тірер тиянақ бар дейсің. Бірақ бұлардың атқа мініп алған шығуы бүкіл Шинжаң жағдайына бейбітшілікке нұқсан тигізіп тұрғаны болмаса, бұлардың көтерілісі баянды бола алмайды. Сен жолды дұрыс бастап оспандардың төбесінен түсіре алсаң болды. Қалғанын қару-жарағы мығым әскерлер жөнге салады» деп еді. Үкіметке ықтай жалдап келе жатқан Іргебай міндет өтерде осылайша шалқалап барып артынан екбетінен құлайтын сыры Гоға мәлім еді. Енді не айтар екен деп отырғанда Іргебай ойға алғанын айтып алғысы келіп: «Әй Тілмәш, сөзді ала-құла аудармай толық жеткіз, мына кісіге айтып қой. Біз тойға кетіп бара жатқанымыз жоқ, өлімге кетіп барамыз. Сұлубай адам тағдырымен ойнайтын жендеттің өзі. Жол бастаған бізді көрсе, оқты алдымен бізге атады. Егер қапияда шайт бола қалсақ, бала-шағамызға ғұмырлық ие болуға сендер шыдайсаңдар болды. Басқаға талабымыз жоқ» деп еді. Го оған жымия қарап: «Ой-бой, қайдағын айтады екенсіз ғой. Сізді атысқа жұмсамаймыз. Тек жол бастап бандылардың қарасын көрсетсеңдер болды» деді. Марғау Іргебайды қостап: «Алдыңғы шепке барған адамға, әсіресе жол бастаушыға қауіп-қатер көп. Онан қорқатын мен емес. Оспан мен Сұлубайдың әнеукүні қорлығы әбден өтті. Егер қарауылға іліне қалса, алғашқы оқты өзім атамын» деп ант суын ішкендей Го ұсынған шылымды әуелете бұрқыратты. Го шеріктерді сапқа тұрғызып, дайындық аяқтаған соң Ша фамилиялы қолбасшысын шақырып: «Ша Туанжаң», деді беліндегі ағаш саптама өзірінің құндағын сипап тұрып. «Мына екеуі қазақ ішінен шыққан кемеңгерлер. Атқан оғын көздеген жерге тигізбейтін кемелді азаматтар. Екеуі жеті қараңғы түнде де мақсатты жерге жеткізетін ержүрек мергендер. Осы екеуінің ақылынан аттаушы болма» деді. Ша Туанжаң бастаған қалың қол бесін әлетінде аттанып, құйрығы ымырт үйірле зорға үзілгенді. Елді түн жастанып қара төске қайқайып жіберген соң, оспандар өкшелеген жаудан қара озып қу ертістің солтүстік салмасына келіп тыныстамақ еді. Сайып Оспанға жана салап: «Ошың, Сұлубайлар келгенше қызыл шоқыны жастанып, шилі өзекті ат арқан етсе қайтер еді? Тым шетте кетсек ыстыққа ұрынып қалар ма екенбіз» деді. Сайыптың ақылына көніп, Оспан бұл түнді бір түрлі жайлы өткізді. Ертеңінде Сайып ауылдан жайрақ оралды. Таң намазын оқып жайбырақат отырған Оспан: «Сайып, намаз оқыдың ба?» деді. Жалама жартастың түбінде жабыса өскен жасыл аршаға шекпені жайып Оспанның қасына отырған Сайып: «Оқыдым. Мынадай қолбаста қаза намазды да қосып оқимын. Қалай екен, таң намазының азанын жақсы көремін» деді. «Бес уақыт намаздағы азанның барлығы құлаққа жағымды емес пе?» Сайып Оспанға бір түрлі сүйкімді шыраймен күлімдей қарап: «Таң намазының азанын жақсы көруде бір үлкен себеп бар» дегенде Оспан оған көзінің құйрығымен қарап еді. Сайып лезде әлденені ойлағандай томсара қалыпты. «Ал онда себебіңді тыңдайықшы». Оспан оны сынағандай тағы да көз салды. Шашырап төгілген күн шұғыласы жуған Сайыптың қазіргі келбеті ерекше нұрлы көрінді. Қалелдің 10 ұлы бар делінсе, мына Сайып олардан бөлек бір тұлға. Достасуға да, жауласуға да бар ер жүрек дейтін ағайын арамақтаулар Оспанның ойына орала кетті. Оспанның ойын Сайып бөлді. Мал төлдеп ел қара төске қайқайып бара жатқан бір жылы Қажы атам біздің үйге келіп қонғаны бар. Ауыл адамдар Қажы атамның қасына отырып ақылы әңгімелерін ғана емес, қиса жырларын да ұзақ тыңдады. Мен Қажы атамның қасына ұйықтап қалған екем. Қажы атам таң намазындағы азанымен оянғам. Шіркін, сондағы Қажы атамның қоңыраулы дауысы айдеші. Құлағымның қуысы емес-ау, жүрегімнің бұрыш-бұрышына ұялап қалған сияқты әлі күнге дейін есімде сайрап тұр. Сонан бастап таң намазында оянуды әдет еттім. Кейде қасиетті бірінің дауысын сағынып жылайтынымды қайтерсің, деп бір кідіріп алды да Оспанды иығынан басып салмағын сала түсті. Сонда Қажы атам әкеме: «Қалел, көңіліңе келмесін. Мынауың
болғалы тұрған бала екен. Ақылы мен қайраты егіз туған сияқты. Апырай, осындай ұрпақтарға көз тіл сұғы тез тиюші еді деп жиналған жерге жар сүйіп балалы болғанша апармашы. Дегенмен бәрін бір Алла біледі ғой деген есімде. Ол күрсініп барып сөзін үзді. Мөлдіреген қой көзінен шашыраған ұшқын оты оны тіпті ажарландырып айбатты етіп көрсетті. Қыста сонау қиырдағы құмда қатарына келіп қосылғанына қатты қуанып жанына балап серік етіп келе жатқан Оспан бүгін оның ашылып әңгіме шертіп сұхбаттасқанына көңілі көтеріліп жадырап қалып еді. Бас жақтағы Мойнақшадан еңкейіп келе жатқандарға қарап тұрып сайып қайта жалғады сөзін. Үнемі бірге жүретін жақыныңдағы қасиетті, парасатты жайшылықта түсіне бермейді екенсің. Қадіріне жетпейді екенсің. Қажы атам ақыл дариясы болғанда Есімхан Сүлеймен қайтпас қажырлы тас жүректің иесі екен-ау. Қарап отырсақ жақсыларға қауіп қатер көп, ғұмыры қысқа болады ма қалай? Сонда қайдағы бір белдеуден ұстап түзге отыратындардың ғұмыры ұзын, алжып ақылына адасып жүрген жоқ па? Алла тағаланың жақсыларды көңілгері жарға жығатынына қайранмын. Ораза ашпай жатып оның қай-қайдағыны суырылып әңгімелегенін Оспан жақтырмады. Түнде бір жаман түстерді көргені Оспанның есіне оралды. Оспан: «Иә, бәрі де бүкіл тіршілік Алланың әміріне байланысты. Жамандары да өліп жатыр ғой, артына із қалдырмай. Ел жұртының есінде жүрер ерлік көрсетіп артына өлмес сөз қалдырып өлген кісіде не арман болушы еді», деді де қара жерді тесіп жіберердей нық-нық басып қанжығаның қасына келіп отырды. Қарауылшылар да аттарын кесе қаңтарып қойып олардың маңына жиналды. Түнімен осы ағдала жақтан жарқылдаған бірдемесінің нұрын айқыш-ұйқыш түсіріп әлденені іздегендей көп жортты. Ал жерге жарық түскен соң шаң ба, құйын ба, көтерілген тозаң ба, әйтеу мұнарт сияқты бір нәрсе көзімізге шалынды. Кідірмей осы жерден аттансақ қайтер еді. Қапардың мына хабарын балағанда жатқан Қаби естігенімен шалқасынан жатқан орнынан басын көтермеді. Керіліп созылып қатты бір есінеді де: «Қапар-ау, қойсайшы, қайдағын айтпай. Ағдалада сайтан от жағып жарық түсірмесе, кісі баласы не қылады бізден өзге? Қорыққанға қос көрінеді дегендей көзіңе басқа бір нәрселердің сәулесі түскен болар», дей салды самарқау бейнемен. Қабидің көсілген аяғын, жимаған қылығын бәрі де жақтырып тұрған жоқ болатын. «Ей Қаби», деді Қапар көсіліп жатқан күс-күс аяғына теуіп қалып. «Батырситын қаншалық жүрек бар сенде? Жи мына қара көсеуіңді, көтер басыңды, аш ұйқыңды. Баяғыда ұлы атаң Назардың Баубегі көк жайлауда қымызбен қымыранға желігіп алып келе жатқан қарақшыға Баубек көп пе, дөңбек көп пе деп тап сен сияқты астамшылық етіп жатқанда екі ұлын қарақшыларға қарға шаншып кетіпті. Ұмытпаған шығарсың», дегенде мыналардың сөзіне Оспан мен Сайып қатты бір күлісіп алған. «Қапар-ау, қалайша қаңқылдап сүйегі қурап қалған Назармен Баубектің құлағын шуылдатасың», деп Қаби орнынан еріне тұрды. Олар шай шалаңдарын ішіп алып, баспалап қарсыдағы төбеге шықты. Дәл Қапар айтқан сияқты қоюшаң кең аспанға көтеріліп, бұлар жатқан маңды қоршап алған сияқтанды. Олар: «Мынасы жақсылықтың нышаны емес қой, заман ақыры шаңытын болмасын. Баяғыдағы жер сілкіністе өстіп, жер әлемді шаң тозаң басып, тұман түсіп еді, мынада сондай бір алапат болмаса игі», десіп тұрғанда алыстан үзіліп бір түрлі гүріл естілді. «Бәсе, жер сілкінді, сондай гүріл» сияқты сұмдық дауыс шығады. «Жерді көтеріп тұрған көк өгіз осылай өкіреді деген, мынау сол жануардың дауысы болар», деді Қаби. Осындай кездерде жан алқымға келер кері сәтте адам басына қам қуыт сүркей бір сумақ ойлар ойнайды емес пе? Серіктер осылайша дағдарысып тұрған сәтте Оспан: «Сайып, қасыңа қару жарағы бар жігіттерден бірнешеуін ал. Қалғандары қосты артып, малды айдап, сұпының құйғанына тартсын. Біз керішті кезеңге барып жол тосайық. Сен оң иыққа отыр, мен сол жақ қанатқа болайын. Келе жатқан жау болса, аяқ жақ жалаңаш жазық қой. Теке тіреске салып байқасып көрелік. Егер күшіміз әлсіреп бара жатса, өзенге ат салып өтеміз де алдынан тосып тағы бір қамтып қалармыз», деді. Заман ағысымы дегенде адам пендесін алқымдар ажал құсап қинайтын, азабы мен тозағы көп ауыр қыспақ сияқты екен ғой. Белінде күші, білегінде қарымы бар тірі пенде көріп тұрып тозақ пен тозаққа түсе қойсын ба?
Айдыннан үркіп бетпаққа кеткен аққу сияқты өз үйіне паналай алмай бетпақта жүрген оспандар өкшелеген қасқы жаудың туған даласына сыйғызбасына көздері жеткендей осы бір жарық әлемнен қапыда кетіп қалмауға ат жалында ақыл айла қарастырды. Былтырғы қанды қырғында Сұлубай олжаға түсіріп оспанға тарту еткен қос көзді дүрбі болушы еді. Манадан бері шаң шыққан жаққа дүрбі тартқан оспан қараға ілінгенді қасындағы сайыпқа бір-бірлеп баяндап отырды. Мыналардың қарасы тым мол көрінеді. Бұлар өзі 3 бағыт бойынша шабуылдап бізді өкшелеп жүргендер екен. Сонау қолын шошаңдатып тұрған қазақ көрінеді. Қазақ болғанда да асқан жершіл біздің бағытымызды білетін ағайындардың бірі сияқты. Қараш өзі дүрбі тартып тұр. Қарамызды шалдырмай жолын тосып қасқамаңдайдан осу керек деді де дүрбісін сайыпқа ұсынды. Сайып арлы-берлі теңшеп, аралығын мөлшерлеп алып, қаранұр адам мен қою шаңды дүрбіге тура түсірді де. Ошаға қара құрттай қаптап келе жатқан шерік екен. Аттысы да жаяуда соңдарынан ерген көңкесі де бар көрінеді. Ойбай-ау, бізді көрді ме қайтты? Ақ ту шығарды әне. Апырау, мынау шошқалар тойға келе жатқандай-ақ шіренеді ғой. Қараш әне қайтеді? Үй өздері. Қанжыға тез арт жаққа барып көлікті ыңғайлаңдар. Жолда қалып қойып жүрмейік. Мыналардың ақ ту шығарғаны несі? Замзам немелердің ақ туы алдап жұтам дегені. Бүшту жұтады ғой, деді де Оспан 5-6 жігітті іріктеп оқтарын толықтап ұрымтал жерлерге орналастырды. Жа жігіттер, деді Оспан. Мыналар қалайда біздің қарамызды көрді. Бұлар өлем алда алдымен оқ шығармайды. Қаумалап жүріп қолға түсірмек қой. Аттарды жылғаға таман жақындатыңдар. Қанжыға, сен тура шауып ана кезеңді ашшы. Егер оқ шығарса, Құдай бергені. Бір кезең асқанша оқ дарымайтын қысқа сәттен сау өтуді ойлаған қанжыға шаңдатып шалқар даланың аяққа салмасына заулатқанда атты шеріктерді солай қарай лап қойды. Манаураған даланы шаң басты. Тасырлаған ат тұяғына қосылып, батырлаған оқ бұршақтары кер далаға өскен тобылғы мен сасы қурайларды пышақпен турағандай тырс-тырс төгіп жатты. Көлденеңдей шапқан шеріктерді нысанаға алған қапар мен сайып ілезде бірнешеуін баудай түсірді. Оққа ұшқан шеріктердің ер-тоқымын бауырына алған аттар ойнақ салып қалың шаңынан сытылып шыға берді. Үстіне зеңбірек орнатылған күн сәулесімен әйнектер жалт-жұлт еткен машинаны көздеп, Оспан арт-артынан бірнеше оқ атып еді. Заулап тұрған жүк машинасы да көп ұзамай шоңқиып барып шөгіп қалды. Әлден уақыттан кейін машина қызыл-тарғыл жалынға көміліп, батырлап жан-жаққа қан қызыл шоқтары шашылып жатты. Өртенген машинасына да қарамай жаяу шеріктер лап қойып, сайып отырған төбеге таман ұмтылды. Ол әкем үшін деп қатарынан екеуді, ағам үшін деп бірнеше шерікті жер жастандырды. Шеріктер шилеуіт жылғаны жастанып оқ шығармай жата қалысып еді. Әбден көзі қарайып алған сайып, аттан керей аттан деп орнынан ұшып тұрғанда, шеріктерді осы бір орайды тосқан бекен, қарсыдан атылған оқ сайыптың кеудесіне келіп қадалды. Бәйтерек сынды есіл теңселіп тұрып екпетінен құлады. Аллай, ошың асқар таудай құлады. Сырға, сайыпқа оқ деп дауысы дірілдеп шыққан Қуаныш жүгіріп келіп сайыпты құшағын алды. Оспанды атып жатқан мылтығын қоя салып, жер бауырлап жетті. Кеудесін басып сұлық жатқан сайып. Әттеген-ай, амал қанша, аңғалдық еттім. Жау таяп қалдау, маған қарамаңдаршы, деді ыңыранып. Тарсылдаған шаңқылдағы мылтық дауысы ағдала өңірін кернеп, бір түрлі зілзала күйге түсіріп жіберді. Шеріктер жаққа құлақ түрген сайып, әлде бір нәрсеге дегісі келді мекен, қолын ербеңдетіп көбірлейді. Қапар артқа бұрылмай ентелеп, өрмелеп келе жатқан шеріктерді оқтың астынан алып жатыр. Сайыпты сүйеген Оспан серіктеріне қарайды. Байқаса қапарлар жауды жайпауға соншалық құнығып алған түрі бар. Тіпті өздерінің жаны да бір тал қанды мырышқа ілініп тұрғанын ұғынатын емес. Оспан да қызынып кетсе керек, сайыпты құшақтап отырып, бесатарын мөңіретті-ау. Оның арт жағында отырған Қуаныш. Ошың-ай, ошың, тоқтатай қатысты. Қарасаңшы жауға, таяп қалды. Қанша атсақ та таусылатын емес, деді сасқалақтап. Сайыптың жараланғанын естіген қапар атыс алаңына қарайлай екпеттеп жүріп зорға жетті.
бетіне бетін басып жүрек тұсынан қолын төседі. Ананың астыңғы тұсынан шайырланған бір нәрсе жабысты қолына. Қолын тартып еді, адам қанының мөңкіген күлімсі иісі танауына келді. Сайыптың көзі шоқтай жайнап тұрғанымен, өңіндегі нұрдың өшкіндеп сұрлана бастағаны, өмір жібі үзілуге шақ қалғанын қапарға аян еткендей еді. Ол ішінен иман айтып, уқалап көзін жапты. Әлгінде ғана жайнап тұрған бір шамшырақ жарық дүниемен осылайша қостасты. Жа ошың, табандап соғысудың қанша қажеті қалды? Қорғайтын қаламыз, бау-бақшамыз жоқ қой. Амал қанша? Бір асылдан айырылдық. Мезгілсіз құлады. Бір шынар деді де, қапар жас толған жанарын сұлық жатқан Сайыпқа төңкерді. Сендер алыстап кеткенше шеріктерді жасқай тұрайын. Күнекейе арттарыңнан жетерміз, деді де Оспан Бесатарын сирағын қайтадан жерге тіреді. Сайыптың мәйтін қапары өңкеріп, жылғаны құлдап кеткен соң Оспандар шай қайнатымша оқ шығармады. Үзілісте мойнақ керішке кәрі текедей селтиіп, екеуі шыға келіп еді. Оспанның қасындағы атшы: «Ошың анау қазақ екен, жол бастаған сатқын екен» дегенше Оспан Бесатарын массасын тартып үлгірді. Қазақ киімді біреу ат жалын құшып омақаса жығылды. Астындағы аты кісінеп тік шапшыды да, үстіндегі пәледен құтылғанына қуанғандай тау жақты бетке алып шаба жөнелді. Қаптап келе жатқан шерікке төтеп бере алмасын білген Оспандар бұқпантайлап жылғадағы аттарына жетті де, кең даланың ортасындағы жылғаны құлдап шеріктердің шеңгелінен түспей кетті. Қойыртыстың терістік жағасындағы қызыл шоқының түбінде бетке шыққан сүйелдей жапырайған жалғыз тас қора болушы еді. Сайыптың мәйітін жаудан тасалап осы қораға әкелген. Ұрыс майданында болмаған Қаби Сайыптың қазасын естігенде қабырғасы сөгілерге барды. Қаби егіліп, күңіреніп жатқанда қара түнді жамылып Оспанда қатты шаршап жеткен еді. Талай-талай серігінен айырылған сәтте мықтылыққа басып көз жасын ешкімге көрсетпеген. Сайыптың қазасы Оспанның еңсесін түсіріп, ет жүрегін езіп кеткендей болды. Амалсыздан теріс айналып көз жасын төгіп алды. Кемшақ сәттен соң иығы түсіп, жауырыны құнысып отырған Қабидің қолын алып: «Қабеке, сабыр ет. Өтпейтін өмір, сынбайтын темір жоқ. Алла жаратқан пендесін өзі алады. Тіріге тірлік, өлгенге иман керек. Айыбым ел үшін еңіреп, жан үзді. Жаны жаннатта, топырағы торқа болсын» деп, бір ғана Қаби емес, Сайып үшін егілген серіктеріне тоқтау айтты. Ол қаншалық мықтылық етейін десе де, таң намазынан кейінгі Сайыптың әңгімесі, жарқылдаған бейнесі көз алдына елестеді. Әсіресе ұрыс майдандағы ерлігі асқар шыңға тіккен ту сияқты көрініп, Сайып оған өлмегендей сезілді. Ала көлеңке шақта теріс айналып көз шарасына толған жасты тағы бір рет сығымдап алды. Көп айналмай беті жабулы Сайыптың аяқ жағына келіп отырды. Қасырет жамылған бір топ азаматпен далада Сайыптың қадір түнін өткізді де, алдағы күннің қанды ұрысына әзірленді. Сүйекті аманатқа қойып жатқанда Оспанның есіне алдыңғы күні көрген түсі келді. Шалғыны басылмаған, шалқып жатқан жасыл жайлау енді түсінде аруақ сияқты өңі соншалық қорқынышты Қалелді көреді. Қалел әлдеқашан сүйегі қурап қалған Қарақастың кенже ұлы назарымен бір табақтан дәм татып отырады. Білегіне дейін қанға боялған Сайып мал сойып жатады. Осындай қан шашыраған табақ үстінде бір көк шолақ қасқыр келеді де, Қалелдің оң жақ қолын жұлып әкетеді. Осы түстен шошы боянған Оспан көрер таңды көзімен атырған. Сол бір үрейлі түсті бүгін шындыққа айналғандай, Сайыптың қазасына тура келгендей, сол бір сұмырай түсті іштей қайталап тұрғанда, беті жасырылып аманатқа қойылған мәйітке қараман аят оқыды. Оспандар осылайша қайғының қара теңізінен жағаға шыға алмай талғармап жатқан кезде, кешегі атыста Оспанның оғынан қансыраған Іргебай да жан үзуге шақ қалған еді. Ең соңғы демен жинаған ол дүние шіркіннің соншалық шолақ, соншалық баянсыз, тіпті өмірдегі көрген қызық пен татқан ләззаттың да жанталас екенін іштей сараптап жатқан. Өзінің бейкүні жандарға жасаған қастандығына шошынғандай, өзінен өзі жиренгендей жыланыша жиырылып барып, бойын зорға жинады. Ол бұлқынып қатты ышқынды. Имек танауының желбезегі бірде ашылып, бірде қусырылып, ақшиған ала көзінің қарашығы қимылда қалғандай,
Қайқылау қалың ерні осынау тірлік әлемімен соңғы рет қоштасқандай жыбыр етті де жақ сүйегі салбырап төмендей берді. Жаны шықпай қиналып, өзін-өзі жұлып жатқан Іргебайдың қасында отырған бір жаралы шерік «Қаса өлді» деп жалақ қағып еді, бірақ басқа әскер қол басыларға Іргебайдың өлімі төгілген жапырақ пен мысық жеген тышқан құрлы да сезілмеді. Оған қараған ешкім болмады. Іргебайдың мәйіті көзі ашық, жағы түскен күйі жаңбыр шинеліне оралды да түнгі салқынмен ауылына жөнелтілді.